Сәлем достар, бүгін сіздерге уәде еткенімдей Мари Кондо әдісімен киім бүктеуді көрсететін боламын. Ең алдымен киімді аламыз. Мен сіздерге балалар киіміне жасап көрсетейін. Екі жеңін, екі жанын бір-біріне жанастырасыздар, яғни симметриялы етіп бүктейсіздер де бір жазып аласыздар, майда қыртыстарын кетіріп. Содан кейін барып көзбен өлшейсіздер. Осылай көзбен үшке бөліп аласыздар да бас жағын алып келіп екінші бөліктен кішкене асырасыздар. Бірақ до конца соңына дейін жеткізбейсіздер. Сосын қайтадан тағы бір бүктейсіздер. Сонда вертикалды қойған кезде осылай өзі тік тұру қажет. Яғни екі жағына жұмсақ киімнің жұмсақ бөлігін, ал ортасында қатты бөлігі қалуы қажет. Сол кезде ол тігінен оңай тұратын болады. Ал енді көйлекті бүктейтін болсақ, бұны да симметриялы етіп бүктеп алдым. Сіздер егер ыңғайлы болса, ортасына қарай алып келіп бүктесеңіздер де болады. Жеңін ортасына қарай қаратамыз. Ал шығып тұрған етегін үшке қарай қайырып, осындай тік бұрыш жасаймыз. Осылай екі бөлікке бөліп тұрғызып қойсаңыз болады, немесе осылай үшке бөліп орасаңыз да тұра береді. Ал енді шалбарды бүктейміз. Осындай жұмсақ маталы шорты шалбарлар болса, оның да шығып тұрған бөліктерін қайырып, осындай тік бұрыш жасап барып бүктесеңіздер әдемі көрінеді. Мінекей киімдерді бүктеп болдық. Мари Кондоның өз әдісінде айтқысы келгені, киімдерді тартпалы шкафтарға жинағанда, үстінен келіп алған кезде басқа киімдерге әсер етпейтіндей етіп бүктеу. Бұл әдіс сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеолар күтеді.